Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақерке, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында осындай мамықтай жұмсақ пицца дайындауды үйренетін боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер: ыстық сүт 200 грамм, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық дрожж, яғни ашытқы, 3 ас қасық ұн қосамыз және жақсылап араластырамыз. Ашытқымызды 30 минутқа жылы жерге қойып қоюымыз қажет. Яғни бетін осылай пленкамен жабамыз және жылы жерге қоямыз. 30 минуттан кейін ашытқымыз дайын болады. Үстіне 70 грамм сұйық май қосамыз. 1 жұмыртқа қосамыз және жақсылап араластырамыз. 300 грамм електен өткізілген ұнымызды бірден емес, осылай аз-аздан видеода көрсетілгендей қоса отырып араластырамыз. Және жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Дайын болған қамырымызды жылы жерге 30 минутқа немесе 1 сағатқа көтерілуге жібереміз. Менде қамырым 30 минут тұрды. Көтерілген қамырымызды ыдысымызға әдемілеп өзіміздің қалауымызға қарай жайғастырамыз. Және кетчуп пен майонезді араластырып, осылай бетіне жағып алатын боламын. Үккіштен өткізілген сырымызды қосамыз. Қалауыңызға қарай қызанақта қойсаңыз болады. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісірген болатынмын. Егер де рецепт ұнаған болса, онда жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Ақерке.